Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі құқық негіздері пәні бойынша өтетін дәрісіміздің тақырыбы мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызметтегі сыбайлас жемқорлық пен басқа да қылмыстар. Бұл тақырып қазіргі қоғам үшін өте маңызды, себебі сыбайлас жемқорлық мемлекет дамуына кері әсер етіп, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделеріне зиян келтіреді. Дәріс барысында сыбайлас жемқорлықтың мәнін, оның негізгі белгілерін, қылмыстық жауапкершілікті және алдын алу шараларын қарастырамыз. Бүгінгі сабақтың негізгі мақсаты сыбайлас жемқорлықтың мәнін, себептерін, қоғамдық қауіптілігін түсіндіру. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 366-370 баптарын талдап, олардың құқықтық маңызын анықтаймыз. Сабақ соңында сіздер сыбайлас жемқорлық ұғымын, оның белгілерін, қылмыс субъектілерін және жауапкершілік түрлерін сипаттай алатын боласыздар. Сыбайлас жемқорлық бұл қоғамдық қатынастарға зиян келтіретін және заң мен тыйым салынған әрекет. Оның негізгі белгілеріне қоғамдық қауіп, құқыққа қайшылық және кінәнің болуы жатады. Қоғамдық қауіп қоғамға келтірілетін зиянның дәрежесін көрсетсе, құқыққа қайшылық заң талаптарын бұзуды білдіреді. Ал кінә нысаны адамның өз әрекетін саналы түрде жасағанын көрсетеді. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде сыбайлас жемқорлық қылмыстары арнайы баптармен реттелген. Оларға арнайы жазалар тағайындалған. Олардың қатарына алаяқтық, сеніп тапсырылған мүлікті иемдену, лауазымдық өкілеттікті теріс пайдалану, пара алу және пара беру жатады. Әсіресе 366-370 баптар мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысты жауапкершілігін белгілейді. Бұл нормалар мемлекеттік қызметтің ашықтықты, заңдылығын қамтамасыз етуге бағытталған. Сыбайлас жемқорлыққа бейім салалар. Сыбайлас жемқорлық көбіне мемлекеттік сатып алу, лицензиялау, жер және бюджет қаражатын бөлу, сондай-ақ салық салаларында көптеп кездеседі. Мұндай жағдайларда лауазымды тұлғалар өз өкілеттіктерін жеке пайда үшін пайдалануы мүмкін. Сондықтан бұл салаларда бақылау мен ашықтықты күшейту маңызды болып табылады. Лауазымды тұлғалардың санаты сыбайлас жемқорлық қылмыстардың субъектілері ретінде заңнамада лауазымды тұлғалар көрсетілген. Олар мемлекеттік органдарда тұрақты немесе уақытша қызмет атқаратын, билік өкілеттіктерін жүзеге асыратын және ұйымдастырушылық, басқарушылық міндеттерді орындайтын адамдар болып табылады. Лауазымды тұлғалардың қызметі қоғам мен мемлекет алдындағы үлкен жауапкершілікті талап етеді. Сыбайлас жемқорлық үшін тағайындалатын жазалар түрлі деңгейде болады және Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне сәйкес анықталады. Негізінен оларға мыналар жатады. Бірінші, айыппұл. Жеке тұлғалар мен заңды тұлғаларға салынатын қаржылық жаза. Екінші, қоғамдық жұмыстар. Белгілі бір уақыт мерзіміне қоғамға пайдалы жұмыстар орындау. Үшінші, түрмелік жаза. Қылмыстың ауырлығына байланысты бас бостандығынан айыру. Бұл жаза парадан бастап ауыр қылмыстарға дейін өзгеріп отырады. Төртінші, қызметтен босату. Мемлекеттік қызметкерлер мен лауазымды тұлғалар үшін түрлі шектеулер, кей жағдайда белгілі бір қызметпен айналысуға тыйым салу. Сыбайлас жемқорлықтың ауырлығына, қайталануы мен салдарына байланысты жаза түрлері мен мерзімдер әртүрлі болады. Лауазымды өкілеттіктерді асыра пайдалану, объективтік жағы, лауазымды өкілеттікті асыра пайдалану мемлекеттік қызметтегі ең қауіпті құқық бұзушылықтардың бірі.
Бұл жағдайда лауазымды адам өз өкілеттігін қызмет мүддесіне қарсы пайдаланып, өзіне немесе басқа да адамдарға артықшылық жасауға тырысады. Мұндай әрекеттер азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделеріне елеулі зиян келтіреді. Өкілеттікті асыра пайдалану әрекетсіздік арқылы да жүзеге асуы мүмкін. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, сыбайлас жемқорлық қоғам мен мемлекет дамуына қауіп төндіретін күрделі қылмыс. Оның алдын алу үшін заң талаптарын қатаң сақтау, мемлекеттік қызметшілердің алдағы жауапкершілігін арттыру қажет. Мемлекеттік сатып алу, лицензиялау, жер бөлу және салық салаларына ерекше бақылау жүргізіледі. Әрбір азамат сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруы қажет. Оның сыбайлас жемқорлығымен күресу біздің тікелей парызымыз болып табылады. Назарларыңызға рахмет.